Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Есімім Бақытгүл Нұржанқызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің модератор мұғалімі. Сіздердің назарларыңызға онлайн оқытуда тиімді сервис Bookreader туралы мәліметті ұсынамын. Осы видеода Bookreader дегеніміз не, қандай артықшылықтары бар, жұмыс алаңы қандай, қалай тіркелуге болады, осы сұрақтар төңірегінде жауап ала аласыздар. Ең алдымен Bookreader дегеніміз не? Bookreader оқушыға тапсырманы онлайн нұсқада ұсынуға мүмкіндік жасайтын онлайн мультимедиалық кабинет десек те болады. Енді бұл сервистің артықшылықтары қандай, осы жөнінде тоқтала кетейін. Бұл сервис арқылы видео жүктеуге болады, аудио жүктеуге болады, және сабақ жоспарыңыздың электронды нұсқасын оқушыға дайын күйінде ұсына аласыз. Өз дауысыңызды жазып қалдыруға болады. Тағы да артықшылықтары, акты сауаттылығыңызды дамытады, оқушыға материалды жүйелеп ұсына аласыз, әдістемеңізбен онлайн бөлісу алаңы, оқушыны жалықтырмайды, оқушы да мұғалім де құрастыра алады, сабақ өткізуге өте тиімді сервис. Енді осы сервиске қалай тіркелуге болады, осы жөніндегі мәліметтермен таныс болайық. Bookreader сервисіне жұмыс жасау үшін және оған тіркелу үшін Google іздеу жүйесіне Bookreader деп ағылшынша жазамыз. Bookreader.com және Enter'ді басып, сайттың сілтемесіне, сервистің сілтемесіне өтеміз. Мінекей бізде осы сервистің негізгі беті және жоғарғы жағында, оң жағында сары түспен Create Free Account деп тұрады. Соны бір рет шертеміз. Бір рет шерткен кезде мен енді бұл сайтқа бұрын тіркелген едім, сервиске, сондықтан да менің негізгі жұмыс парағым ашылып тұр. Мінекей бір онлайн жұмыс жасау кезінде арнайы осы оқушыларға тапсырмалар құрастырдым. Енді мен осы сервистің ішкі бөлігіне шолу жасап өтейін. Міне New Book деп жаңа кітап жасауға болады. Мына жерде форматын таңдауыңызға болады. Мысалға My Books деген мына жерде міне сіздің кітапханаларыңыз, онлайн кітапханаларыңыз 40 кітапқа дейін сыйымдылығы бар. Мінекей. Одан кейін мен бұрынғы жасаған кітабыма шолу жасап өтейін. Мінекей оң жағында 3 батырма бар. Сары батырманы басқан кезде сіз фото жүктеуге болады, неше түрлі мысалға құжаттарды жүктеуге болады, презентацияны жүктеуге болады, осыны сілтеме қоюға болады. Мына видеоның сілтемесін қойған кезде осы жерге видео көрініп тұрады. Сосын дайын видеолар жүктеп қоюға болады. Одан кейін мына дыбыс жазуға болады. Және мына жағында оң жақ сол плюс таңбасы бар жерді басқан кезде текст мына, яғни түрлі мәтіндер жазуға болады. Одан кейін мына ай белгісін басқан кезде түрлі шаблондарды өзгертуге болады, түстерін өзгертуге болады, шаблондарды. Осында дайын кітаптың нұсқасын көруге болады. Мына жақта осы кітапты жасап болғаннан кейін сіздер бөлісетін болсаңыздар, мына жерде оң жағындағы мына бір белгіні, шексіздік сияқты белгіні басасыздар. Сол кезде сіздің дайындаған кітабыңыздың сілтемесі беріледі дайын, және соны топтарға таратқан кезде осы кітаптың электронды нұсқасы ашылады. Мінекей мына келесі бетке басып, кітаптың ішіндегі материалдармен танысуға болады. Мінекей оқылым мәтіндерін қоюға болады, суреттерді қоюға болады. Сосын мынандай дауыс жазуға болады. Мінекей оқылым мәтінін мұқият оқыңыздар және тапсырмаларға жауап беріңіздер. Онлайн кезінде оқушылар осы сервистің мүмкіндігін пайдаланды. Мінекей түрлі кестелерді пайдалануға болады. Одан кейін мына жерде видеоны жүктеп қойдым. Осы видеоны басқан кезде бұл видео тағамдардың пайдасы болады. Мінекей және сосын соңында рефлексия жасау. Bookreader сервисі сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Назарларыңызға көп рахмет.